Сәлем, жұлдыз жорамал сүйір достар. Бүгін біз сіздерге 15 тамыз бен 31 тамыз аралығына арналған толық, жан-жақты, егжей-тегжейлі жұлдыз жорамал ұсынамыз. Бұл кезең жаздың соңғы демі, күздің алғашқы лебі сезілетін ерекше уақыт. Осы 2 аптада аспандағы планеталар мен жұлдыздардың қозғалысы әрқайсымыздың өмірімізге өзіндік әсерін тигізеді. Біреулер үшін жаңа мүмкіндіктер есігін ашса, енді біреулер үшін ой елегінен өткізіп, алдағы жоспарларды түзеуге себеп болады. Бұл болжамда біз махаббат, қаржы, денсаулық, карьера және рухани даму тақырыптарын толық қамтимыз. Сондықтан ыңғайлы отырып алыңыздар, себебі алдағы минуттарда сіз өз жұлдызыңыздың болашағына терең үңілетін боласыз. Ендеше жұлдыздар әлеміне саяхатымызды тоқты белгісінен бастайық. Тоқты 21 наурыз 19 сәуір. Бұл кезеңде тоқтылар үшін эмоциялар мен энергия деңгейі ерекше жоғары болады. Қол қусырып отыруға уақытың жоқ, сізді үлкен жоспарлар, жаңа идеялар және күтпеген мүмкіндіктер күтіп тұр. Махаббат саласында жалғыз жүрген тоқтылар күтпеген жерден жүректерін жаулайтын адаммен танысуы мүмкін. Арадағы химия өте күшті болады, бірақ асығыс шешім қабылдаудан сақ болыңыз. Отбасылы тоқтылар үшін бұл уақыт сезімді қайта жаңғырту кезеңі. Серігіңізбен бірге ескі естеліктерді еске түсіріп, жаңа жоспарлар құруыңыз мүмкін. Қаржы жағынан тамыздың екінші жартысы сәтті болады. Күтпеген табыс, сыйақы немесе ескі қарыздың қайтарылуы ықтимал. Дегенмен үлкен шығындарға бармауға тырысыңыз, себебі айдың соңында жоспарланбаған төлемдер шығып қалуы мүмкін. Денсаулық жағын ұмытпаңыз, бұл аралықта иммунитетіңіз сәл әлсіреуі ықтимал, сондықтан ұйқы мен дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Спортпен шұғылдану және таза ауада серуендеу сізге күш-қуат береді. Торпақ 20 сәуір, 20 мамыр. Тамыздың екінші жартысы торпақтар үшін тұрақтылық пен берік шешімдер кезеңі болмақ. Сіз көптен бері ойлап жүрген жобаларыңызды жүзеге асыруға қолайлы уақыт келеді. Жұмыс саласында бастықтар тарапынан мақтау немесе жаңа мүмкіндік күтіп тұр. Егер қызмет ауыстыру ойыңызда болса, дәл осы аралықта ұсыныстар түсуі мүмкін. Махаббатта тұрақтылық орнайды. Серігіңізбен қарым-қатынасыңызда сенім нығаяды, ал жалғыз жүрген торпақтар үшін бұл кезең жаңа таныстықтармен толы болады. Алайда сезімдеріңізді бірден ашық көрсетпей, алдымен адамды жақсырақ танып алғаныңыз жөн. Қаржылық тұрғыда айдың ортасы сақ болуды талап етеді. Артық шығындардан аулақ болып, тек қажетті заттарға ғана ақша жұмсаған абзал. Тамыздың соңына қарай күтпеген қаржылық қолдау немесе бонус алуыңыз мүмкін. Денсаулыққа келсек, ас қорыту жүйесіне назар аударыңыз. Ауыр тамақтан аулақ болып, көкөніс пен жеміс-жидектерді көп тұтыну пайдалы болады. Егіздер 21 мамыр, 20 маусым. Бұл кезеңде егіздер өте белсенді және креативті болады. Жаңа идеялар, шабыт пен мотивация толассыз келеді. Дегенмен көп істі бірден қолға алу сізді шаршатуы мүмкін, сондықтан басымдықтарды дұрыс қойыңыз. Махаббатта эмоциялар көп болады. Жалғыз жүрген егіздер күтпеген жерден қызықты адаммен танысады. Қарым-қатынас тез дамуы мүмкін, бірақ асығыстықтан абай болыңыз. Отбасылы егіздер үшін серігімен арасындағы байланысты нығайтуға жақсы мүмкіндік туады. Қаржыда табыстың жаңа көздері ашылады. Фриланс, қосымша жұмыс немесе инвестициядан пайда болуы ықтимал. Айдың соңында қомақты соманы үнемдеуге мүмкіндік туады. Денсаулық жағын ұмытпаңыз, шамадан тыс белсенділік жүйкеңізді қажытуы мүмкін. Медитация, демалыс және таза ауада серуен сізге пайдалы болады. Шаян 21 маусым, 22 шілде. Шаяндар үшін бұл уақыт өз-өзіне көңіл бөлу, ішкі үйлесімділік табу кезеңі. Соңғы айларда жиналған шаршау мен эмоциялық ауырлықты жеңілдететін уақыт келді. Махаббат саласында жалғыз жүргендер үшін тамыздың екінші жартысы ерекше. Сізбен бір толқында ойлайтын жанды жолықтыруыңыз мүмкін. Отбасылы шаяндар үшін серігімен шынайы әңгімелесу және түсіністік орнату маңызды болады. Қаржыда тұрақтылық күтіледі. Бұл кезеңде ірі шығындар жасамағаныңыз жөн. Айдың соңына қарай бір танысыңыздан немесе отбасы мүшесінен қаржылық қолдау алуыңыз ықтимал. Денсаулыққа келсек, асқазан және жүйке жүйесіне көңіл бөліңіз. Жылы шайлар, табиғи өнімдер және тыныш демалыс сізге күш береді.
Арыстан 23 шілде 22 тамыз. Бұл кезең арыстандар үшін жарқырау уақыты. Сіздің энергияңыз бен харизмаңыз адамдарды өзіңізге тартады. Көпшілік алдында сөйлеу, шығармашылық жоба немесе жаңа бастаманы жариялау үшін тамаша сәт. Жұмыста бастықтардан мақтау есту немесе мансапта жаңа қадам жасау мүмкіндігі туады. Махаббатта жалғыз жүрген арыстандар үшін бұлай өте романтикалы болуы ықтимал. Қызығушылық танытқан жан өз сезімін білдіреді. Отбасылы арыстандар серігімен арадағы сезімді қайта жаңғыртып, бірге ерекше уақыт өткізуге мүмкіндік табады. Қаржы жағынан тұрақтылық сақталады, бірақ тамыздың соңына қарай күтпеген табыс болуы мүмкін. Сыйақы, жоба төлемі немесе біреу қарызын қайтаруы ықтимал. Денсаулықта күш-қуатыңыз мол болғанымен, шамадан тыс белсенділік шаршатып жіберуі мүмкін. Демалыс пен дұрыс ұйқыны естен шығармаңыз. Бикеш 23 тамыз 22 қыркүйек. Бикештер үшін тамыздың екінші жартысы жоспарларды нақтылау мен тәртіп орнату кезеңі. Сіз ұсақ-түйекке дейін ойлап, бәрін жүйеге келтіресіз. Бұл сіздің кәсіби беделіңізді арттырады. Жұмыста маңызды тапсырмаларды уақытында орындау арқылы бастықтардан сенім аласыз. Махаббатта жалғыз жүрген бикештер үшін бұл уақыт жаңа танысу мен байланыс орнатуға ыңғайлы. Алайда өз талаптарыңызды тым жоғары қоймауға тырысыңыз. Отбасылы бикештер үшін серігімен бірлескен жоспарлар құру, үйді ретке келтіру немесе саяхатқа шығу пайдалы болады. Қаржы тұрғысынан айдың басында біраз шығын болуы мүмкін, бірақ соңына қарай табысыңыз артады. Жинақтау мен бюджетті бақылау маңызды. Денсаулыққа келсек, бел мен омыртқа аймағына абай болыңыз. Жеңіл спорт және йога пайдалы болады. Таразы 23 қыркүйек 22 қазан. Таразылар үшін бұл кезең қарым-қатынастар мен әріптестік байланыстарды нығайту уақыты. Сізге жаңа адамдармен танысу, келісім шарттар жасау, ортақ жобаларға қатысу тиімді болады. Махаббатта романтикалық сәттер көп болады. Жалғыз жүрген таразылар үшін тамыздың соңы тағдыршешті таныстық әкелуі мүмкін. Отбасылы таразылар үшін серігімен бірлескен шығармашылық немесе демалыс жоспарлары ерекше әсер қалдырады. Қаржыда тұрақтылық байқалады. Дегенмен сән мен әшекей заттарға артық шығындану қаупі бар. Айдың соңында қосымша табыс көзі пайда болуы мүмкін. Денсаулыққа назар аударыңыз, бас ауруы, ұйқысыздық немесе шаршау сезімі болуы мүмкін. Дұрыс режим мен таза ауада серуен бұл мәселені шешеді. Сарышаян 23 қазан 21 қараша. Сарышаяндар үшін тамыздың екінші жартысы ерекше белсенді әрі нәтижелі кезең. Сізді маңызды шешімдер, жауапкершілігі мол істер күтіп тұр. Іскерлік байланыстарыңыз кеңейіп, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Махаббатта жалғыз жүргендер күтпеген сезімге тап болуы мүмкін. Бір таныстық жүрекке жылу сыйлайды. Отбасылы сарышаяндар үшін түсіністік пен қолдау кезеңі басталады. Қаржы тұрғысынан тамыздың соңында қомақты табыс немесе ірі келісімшарт болуы мүмкін. Бірақ тәуекелді инвестициялардан аулақ болыңыз. Денсаулықта күшіңіз мол, алайда жүйке жүйесіне салмақ түсуі ықтимал. Демалысты ұмытпаңыз. Мерген 22 қараша 21 желтоқсан. Мергендер үшін бұл уақыт білім мен тәжірибені арттыру кезеңі. Жаңа оқу курстарына жазылу, саяхаттау немесе шетелдік әріптестермен байланыс орнату сәтті болады. Махаббатта жалғыз жүрген мергендер үшін романтикалық танысуға мүмкіндік көп. Отбасылы мергендер үшін серігімен бірге саяхаттау немесе табиғатта уақыт өткізу қарым-қатынасты нығайтады. Қаржыда тұрақты өсім байқалады. Қосымша табыс көзі ашылуы мүмкін. Айдың соңында үлкен сатып алу ойыңызда болса, сәтті аяқталуы ықтимал. Денсаулыққа келсек, спортпен айналысу және дұрыс тамақтану сіздің көңіл күйіңізді көтереді. Тәуешкі 22 желтоқсан 19 қаңтар. Тәуешкілер үшін тамыздың екінші жартысы еңбекқорлық пен табандылықтың жемісін көретін кезең. Жұмыстағы нәтижелеріңіз бағаланады, жаңа жобаға жетекші болу мүмкіндігі туады. Махаббатта жалғыз жүрген тәуешкілер үшін жаңа танысу болуы мүмкін, бірақ сезімді бірден ашпаған жөн. Отбасылы тәуешкілер үшін бұл кезең қарым-қатынасты нығайтуға ыңғайлы. Қаржы тұрғысынан айдың соңында қосымша табыс немесе сыйақы алу ықтимал. Үлкен қаржы жобаларына қадам басуға қолайлы уақыт.
Денсаулықта сүйек пен буынға көңіл бөліңіз. Витаминдер қабылдап физикалық белсенділікті арттыру пайдалы болады. Су құйғыш 20 қаңтар 18 ақпан. Су құйғыштар үшін бұл кезең шығармашылық пен жаңа идеялар уақыты. Сізді шабыттандыратын адамдармен байланыс орнайды. Махаббатта жалғыз жүргендер үшін ерекше танысу мүмкіндігі бар. Отбасылы су құйғыштар серігімен бірге жаңа жобаны бастауы немесе үйге өзгеріс енгізуі мүмкін. Қаржыда тұрақты өсім байқалады. Айдың соңында күтпеген сыйлық немесе бонустар алуыңыз ықтимал. Денсаулыққа келсек, иммунитетті күшейту мен таза ауада серуен пайдалы болады. Балықтар 19 ақпан 20 наурыз. Балықтар үшін тамыздың екінші жартысы шабыт пен эмоциялық жаңару кезеңі. Сіз өзіңіздің шығармашылық қабілеттеріңізді дамыта аласыз. Махаббатта жалғыз жүргендер жүрегін жаулайтын жанды кездіруі мүмкін. Отбасылы балықтар үшін бұл кезең сезімді күшейту уақыты. Қаржы тұрғысынан тұрақтылық сақталады. Айдың соңында қосымша табыс көзі ашылуы мүмкін. Денсаулыққа келсек, су процедуралары, массаж және медитация сіздің күш-қуатыңызды арттырады. Тыңдағандарыңызға рахмет, достар. Егер осы жұлдыз жорамал сізге ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін ең үлкен мотивация. Келесі болжамда қайта жүздескенше барлығыңызға сәттілік, мол бақыт және жүректеріңізге шуақ тілеймін.